Соңғы күн. 3 жыл бойы моргта жұмыс істеген бір адам болған. Ол мыңдаған денені көрген. Жол апаттары, кісі өлтіру, суицид, артық дозадан қайтыс болғандар. Одан сұрады: "Саған ең қатты әсер еткен нәрсе не?" Ол біраз үнсіз қалды да былай деді: "Адамдар ойлағандай қорқынышты жарақаттар емес. Ең көп есте қалатыны қарапайым көрінетін жағдайлар. 25 жастағы жас қыз. Денесінде ешқандай жара жоқ, ұйықтап жатқандай. Қасында кішкентай жазба: Анашым, кешір. 40 жастағы спортшы ер адам. Қалтасында қызының суреті. Әлемдегі ең жақсы әке. Қарт әже. Қолы әжімге толы. Бірақ тырнағында немересі бір күн бұрын жасаған әдемі маникюр бар. 20 жастағы жігіт. Сөмкесінде сабақ кітаптары және сүйіктісіне алған сақина. Үйленуге ұсыныс жасамақ болған. Бұлардың ортақ нәрсесі не екенін білесің бе? Олардың барлығының жоспарлары болды. Кино билеттері, дәрігерге жазылу, аяқталмаған хабарламалар. Бір әйелдің сатып алу тізімінде нан, сүт, анама туған күніне гүл. Моргта істеген адам былай деді: "Уақыт өте қорқынышты денелерге үйренесің. Бірақ қарапайым адамдардың аяқталмай қалған өміріне ешқашан үйрене алмайсың. Сол кезде түсінесің, өмір мен өлімнің арасы бір ғана тыныс." Содан бері ол әр таң сайын өзіне сұрақ қоятын: егер бүгін соңғы күнім болса ше? Кімді құшақтамадым? Не айтпадым? Қандай істі қалдырдым? Өйткені өлім ескертпейді. Ол жай ғана бір қарапайым күннің, қарапайым жоспарлардың ортасында келеді. Өмір кейінге қалдыру үшін емес, бағалау үшін берілген. Бүгін біреудің көңілін қалдырмауға, біреуді қуантуға, жақсы көремін деп айтуға әлі де уақыт бар. Бір сәттік өмірді өкінішпен емес, шүкіршілікпен өткізейік.